Саламатсыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Назым Дәуітәліқызы. Азық-түлік келісім шарт корпорациясы аграршыларға тұқым сатып алу үшін 800 миллион теңгеден астам қаражат бөлді. Корпорация егуге жарамды бидай тұқымын немесе бидайды сатып алуға агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржыландыру бағдарламасын іске асыруды аяқтады. Жалпы аталған бағдарлама бойынша 832,7 миллион теңгеге ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 75 өтінімі қаржыландырылды. Қазір корпорация көктемгі жазғы егіске несие бөлуге кірісті. Оны іске асыру үшін ауыл шаруашылығы министрлігінен жалпы сомасы 17 миллиард 650 миллион теңге бюджеттік қаражат бөлінді. Осы орайда Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарынан 1,5 миллиард теңгеден астам сомаға 136 өтінім түскен. Казкоммерцбанк Қырғызстандағы еншілес компаниясын сатты. Бұған Қазақстан мен Орта Азиядағы ең ірі банктың БТА мен біріктірілу себеп. Келісім 15 ақпанда жүргізілген, онда 293,975 мың қарапайым акциялар сатылған. Бұл банк капиталының 95,75%. Оның құны халықаралық аудиторлық компанияның тәуелсіз сараптамасының бағасымен бекітілді. Оны жеке тұлға сатып алған. Айта кетейік, Казкоммерцбанк 2014 жылы актив көлем бойынша Қазақстанның 38 банкінің ішінде бірінші орынды иеленген. Астанада орташа айлық жалақы 11%-ға өсіп 176 мыңнан асты. Бұл туралы қала әкімі Әділбек Жақсыбеков мәлім етті деп хабарлайды Биньюс. Орташа айлық жалақы 11%-ға өсіп 176,547 теңгені құраған. Тиісінше өмір сүру көрсеткіші 9,8%-ға артты деді қала басшысы. Астана қаласының әкімі атап өткенде жұмыссыздық деңгейі өткен жылы 5,2%-ға дейін төмендеген. Былтыр елордада 18,632 жаңа жұмыс орны ашылған, ал жұмыспен қамту органдарына 11,870 адам өтініш түсірген. Қашаған операторы Энкок экологиялық айыппұлдардан босатылады. Оның орнына компания Экспо 2017 нысандарын салуға қаржылай жәрдем береді. Бұл туралы Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Үкімет пен Солтүстік Каспий бірлестігіне қатысушылар арасында жасалған келісім бойынша бірқатар өндірістік, қаржы және экологиялық мәселелерде шешімін тапты. Сонымен қатар бірлестік Маңғыстау және Атырау облысының инфрақұрылымы мен Экспо 2017 құрылысын қаржыландыруды жалғастыруға келісті. Есесіне бұған дейін салынған экологиялық айыппұл есептен шығарылады деп хабарлап отыр жергілікті басылымдар. Естеріңізде болса, Атырау облысының қоршаған ортаны қорғау департаменті Энкок пен Аджип KCO компанияларынан Қашағанда болған апаттан келген 134,2 миллиард теңге көлеміндегі шығынды өтеуді сот арқылы талап етпек болған. Ембі мұнай-газ акционерлік қоғамы былтыр 2,822,000 тонна мұнай өндірді. Бұл туралы Қазақпарат хабарлап отыр. Мұнай өндіру көрсеткіші 2013 жылмен салыстырғанда 99,4%. Газ өндіру 97,4%-ды құрады. Өндірістің төмендеуі ондаған жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан Мақат, Дасор, Ескене, Комсомольский кен орындарының тоқтатылуы себеп. Бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан кей кен орындарын су басты. Қазір Ембі мұнай-газ келешегі бар кен орындарына жаңа ұңғымалар орнатып жатыр. Жылдан кейін Қытай мұнай тұтынушы ең ірі елге айналады. Әлемдік сұраныс 2035 жылға қарай 37%-ға өспек. Оның қомақты үлесі Қытай мен Үндістанға тиесілі болмақ. Халықаралық сарапшылар жалпы мұнайға деген сұраныс газға қарағанда жылына 0,8%-бен баяу өседі. Көгілдір отынға деген сұраныс жылына 1,9%-бен артады деген жорамал жасап отыр. Оның жартысын Ресей мен Таяу Шығыс елдері қанағаттандырады. Германия Еуропа орталық банкіне Грекияның несие бағдарламасын ұзартуға жол бермейді. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлап отыр. Әсіресе Бундесбанк басшысы Йен Вайдман бұл құжатқа қарсы шыққан. Аталған келісім тағы да қаралмақ. Осыған дейін Еуропа орталық банкі Грекия қарызын жабуға немесе қайта қарастыруға қатыспайтын мәлімдеген болатын. Мұндай мүмкіндікті Германия федералды канцлері Ангела Меркельді жоққа шығарды. Жүргізілген сауалнама бойынша неміс халқының 48%-да Грекияның еуроаймақтан кетуін талап еткен. Естеріңізге салайық, 1 ақпан күні ел қаржы министрі Янис Варуфакис Грекия бұдан бұлай қарыз алмайтынын айтқан болатын. Қазіргі берешекті қайтару ісі де экономикалық өсіммен ғана байланысты болады. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды 24 KZ сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.